Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен калькуляция торта, яғни рецепті басқа диаметрге ауыстырған кезде біздің рецептіміз қалай өзгереді, сол туралы айтатын боламыз. Көбіне рецепттер 22 диаметрге беріледі, бірақ та сіздерге заказға 30 сантиметрге не болмаса 18 сантиметрге келу мүмкін. Сол кезде ингредиенттерімізді дұрыс көбейтіп, не азайтуымыз керек болады. Алдымен диаметр үлкейген кезде ингредиенттерді дұрыс көбейту. Қазір мен 22 диаметрді алатын боламын. Сізде қандай рецепт бар, соның диаметрін аласыздар. R деген бұл бізде рецепт. R тең 22 сантиметр деп жазып аламыз. Ал сіздерге заказға 30 диаметрлік торт берді. Z 30 деп жазып аламыз. Енді бұл сандарды квадраттап аламыз, яғни 22 көбейтілген 22. Бұл кезде бізде 484 саны шығады. Және 30-ды 30-ға көбейтеміз, бұл кезде бізде 900 саны шығады. Енді екеуінен үлкен санды табамыз. Бұл кезде бізде 900 саны, соны белгілеп аламыз. Үлкен санды кішісінен бөліп аламыз, яғни 900 бөлінген 484. Бұл кезде сіздерде көп сан шығуы мүмкін, бірақ та бастапқы 2 санын аламыз. Бұл менде 1,8 саны шықты, соны жазып қоямыз. Бұл сан қазір бізге есептеген кезде керек болады. 22 диаметрлік тортты жасау үшін сіздерге 200 грамм ұн керек деп алайық. Бұл жерде өзіңіздің жасап жатқан рецептіңізге, тортыңызға байланысты кез келген мөлшер болуы мүмкін. Сүт болсын, қант болсын. 200-ді көбейтеміз 1,8-ге. Бұл кезде бізде 360 шығады. Демек біз 200 грамның орнына 360 грамм ұн қосуымыз керек. Тағы да біреуін көрсетейін, мысалға 150 грамм қант деп алайық. Бұны да дәл солай 150-ді көбейтеміз 1,8-ге. Сол кезде бізде 270 шығады. Демек біз 150 грамм қанттың орнына 270 грамм қантты қосуымыз керек. Сіздерге түсінікті болды деген ойдамын. Енді керісінше кішірейтуді айтатын боламын. Сіздің жасап жүрген рецептіңіз 22 диаметрге арналған дейік, бірақ сізге 18 диаметрге тортқа заказ берді. Дәл бағанағыда екеуінде квадраттап аламыз. 22-де 484, ал 18-де бізде 324 саны шығады. Үлкен санды табамыз. Бұнда бізде 484. 484 санын 324-ге бөліп аламыз. Бұл кезде бізде 1,4 саны шығады. Осы 1,4 санын белгілеп қоямыз. Мысалға қазір 200 грамм ұн деп алайық. Бағана біз көбейткен болатынбыз. Бұл жолы керісінше бізге рецепті азайту үшін бөлеміз. Яғни 200 грамм ұнды 1,4 санына бөлеміз. Сол кезде бізде 142 саны шығады. Сонда біз бұл кезде 200 грамм ұнның орнына 142 грамм ұн саламыз. Тағы да біреуін көрсетіп кетейін. Мысалға 150 грамм сүт керек, оны бөлеміз 1,4-ге. Бұл кезде бізде 107 саны шығады. Демек біз 150 граммның орнына 107 грамм қосамыз. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Бұл алдағы уақытта торт заказ пісірейін деп жүрсеңіздер, сіздерге өте пайдалы ақпарат болады деген ойдамын. Егер әлде менің каналыма тіркелмесеңіздер, міндетті түрде менің каналыма жазылып, үлпіл басып, комментарий жазып, сұрақ қоюды ұмытып кетпеңіздер.